Бекет атаның 270 жылдығына орай өлең жолдарды оқу эстафетасын челленджі сіңлілер Муслима мен Жасмина Олжас қыздарынан қабыл алып, әрі қарай бұл челленджді Гүлажан мен Жансая апаларыма және Әзімхан ағама жолдаймын. Менің оқитын Сабыр Адай атамның өлеңі Маңғыстау бұл өлеңді кезінде тамаша орындап жұртты айдынын аңсап алқына ұшып шыр еткен Ағұлпа ұям Аққу деген құс болар, ақ бауырдан аппақ мамық еткен, айдынын аңсап алқына ұшып шыр еткен Ағұлпа я аруана дала келеңгер, баршаңа сәлем Маңғыстау сынды түбектен. Маңғыстау деген май бөрі сергек паңдала, тәуғылар кеткен таңдайын қағып таңдана. Ақбөбектен арнасын алған сұлулық, мақтаулы қала ақтауға жатыр жалғана. Маңғыстау түбек түйілі қалса түңерген, сүйне қалса сезімнен нәзік күлерген. Бұл даладан тосан шыққан исамен жауының басын жаһаннамға жіберген. Маңғыстау деген тектілер туын тіккен жер, жайқалып шаңырақ қаңсап қанша тіктелдер. Жаһандармандарды, жаңалғыштарды бата алмай, жауының өзі тағдырдан зауыл күткен жер. Маңғыстау деген келім аяқ, керіліп, кекетіп жүрмен қақталған күнге тері деп. Құлағын жұмып сұрлана қалған даланы, ойланды үнсіз бөрі деп. Қапта қалмаң өлі деп. Маңғыстау деген ақшағыл мен аппақ нұр, әр иманы мен ақ қосағасын аттап көр. Не дегенмен тектен туған тектектер атаның салтын, ананың тілін сақтап тұр. Маңғыстау деген киелі қазық атбайлар, құлыны туар анадан алып қасқайдар. Маңғыстау деген әбіш пен әмин естөре, көкірегінде көмбелі жиһаз оттой бар. Арыңды сенің Маңғыстау өлеңменен қорғаймын, азбаса кен атаның қаны сол қайғым. Маңғыстау сені жырлаған сәтте тереңнен, қаңтардағы құйынды құрау таңдаймын. Төлетті қонақ көңілді сыйға кенерсін, жатаған төбе жарқа бақтауға теңерсін. Толқыған көңіл торқалы тойдың үстінде, халқым ау саған осыдан артық не дерсін.